أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Бүгінгі тақырыбымыз нәпіл оразалар жайында сөз қозғаймыз. Жалпы нәпіл оразалар үшке бөлінеді. Сүннет, мұстахаб және мәндүб. Нәпіл оразалардың ішіндегі күн ара ораза ұстау. Бұл Дәуд пайғамбардың оразасы. Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ораза ұстайтын болсаңыздар, күн ара ораза ұстаңыздар. Өйткені Дәуд пайғамбар бір күн ұстап, екінші күні ұстамайтын денеді. Демек, оразаны көп ұстағысы келетін пайғамбарымыздың үмбеті үшін күн ара ораза ұстау абзалырақ. Екінші нәпіл ораза бұл әр айдың ішінде 3 күн ораза ұстау. Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам егер әр айда ораза ұстағың келсе, 13-ші, 14-ші, 15-ші күндерде ораза ұстауды сахабаларына кеңес берген. Алайда асын сызып айта кететін жайт, бұл милади жыл айдың санауы емес, қамари мұсылманша жыл санауымен есептелінеді. Үшінші нәпіл ораза әр аптаның дүйсенбі және бейсенбі күндерінде ораза ұстау. Сахабалар пайғамбарымыздан: "О Алланың елшісі, сіз неге дүйсенбі, бейсенбі күндері ораза ұстайсыз?" дегенде, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бұл күндері адамдардың амалдары Алла тағалаға білдіріледі деп жауап беріледі. Одан кейінгі нәпіл ораза Шәуәл айының ішінде 6 күн ораза ұстау. Шәуәл айында 6 күн ораза ұстау пайғамбарымыздың сүннет амалы. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім Рамазан айында үзбей ораза ұстап, артынша Шәуәл айында 6 күн ораза ұстайтын болса, ол кісі жыл бойы ораза ұстағандай сауапқа кенеледі деген. Келесі нәпіл ораза бұл Арапа күнінде ораза ұстау. Зүлхиджа айының 9 күні қажылыққа бармаған кісілер Зүлхиджа айының 9 күнде ораза ұстаса, Алла тағала оның бір жылғы өткен күнәларын кешіреді деп сөйшлейді. Келесі нәпіл ораза бұл Мұхаррам айының 9-шы, 10-шы және 11-шы күндерінде ораза ұстау. Алла Расулі Мәдина қаласына келген уақытта еврей қауымының Ашура күні ораза ұстағанын көріп, не үшін бұл күнде ораза ұстайсыздар деп сұрайды. Сонда еврей қауымына бұл күні Алла тағала Мұса пайғамбар мен Израиль ұрпақтарын құтқарған күн деп жауап береді. Сонда Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: "Мен Мұса пайғамбарға сендерден қарағанда әлде қайда жақынмын" деп үмбетіне Мұхаррам айының 9-ы, 10-ы, 11-ші күндерінде ораза ұстауды бұйырады. Келесі нәпіл ораза бұл харам айларында ораза ұстау. Яғни
Зилқағда, Зилхиджа және Мухаррам, сонымен қатар Иржеп айларында бейсенбі, жұма, сенбі күндерінде ораза ұстау мәндүп амалына жатады. Соңғы нәпіл ораза бұл Шағбан айында ұсталатын ораза. Айша анамыз радиаллаху анха, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Шағбан айында ұсталған оразадай Рамазаннан басқа айларда ешқандай ораза ұстамайтын. Яғни Шағбан айының барлық күндерінде ораза ұстауға тырысатын дейді. Құрметті мұсылман бауырлар, жалпы нәпіл құлшылықтар мұсылманның күнәдан арылуына, рухани кемелденуіне үлкен себепші. Алла тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет болып нәсіп етсін.